Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сендерге бананды пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Пирог өте дәмді, ерекше болып шығады. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Бізге қажет ингредиенттер: 1 дана банан, 250 грамм ұн, 150 грамм секер, 1 дана жұмыртқа, 6 ас қасық сұйық май және 2 шай қасық қопсытқыш қажет. Ең алдымен бос ыдысымызға 1 дана бананды салып, шанышқының көмегімен жақсылап езіп аламыз. Бананымызды жақсылап езіп болдық. Енді осының үстіне 1 дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Келесі секерімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Осы массамыздың үстіне 6 ас қасық сұйық майды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болу қажет. Келесі қопсытқышты саламыз. Мен қопсытқыштың үстіне ас содасын салып жібердім, шым-шым. Кішкене араластырамыз да, оның үстіне ұнымызды 2-3 бөліп салып, силиконды күрекшемен жақсылап араластыратын боламыз. Біздің массамыз дайын. Мен дәміне қарай шоколад пен грек жаңғағын қостым. Ол өздеріңіздің қалауыңызда, қоспасаңыздар да пирогыңыз өте дәмді болып шығады. Біздің массамыз дайын. Енді осыны формаға саламыз. Менде силиконды форма. Алдын ала майлап алдым. Әртүрлі формаларға пісірсеңіздер болады. Және де 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіретін боламыз. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong. Біздің пирогымыз пісті. Шпажкамен тексереміз. Шпажкамыз құп-құрғақ болып шығу қажет. және де осыны формадан шығарамыз.
Ал біздің кобра пирогымыз дайын. Бетіне қалауыңызша қант ұнтағын немесе шоколадты ертіп қойсаңыздар да болады, ол өз қалауыңызша. Пирогтың дәмі, иісі өте керемет болып шықты. Барлықтарыңызға дайындап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жазира. Келесі видеода кездескенше.